Сәлеметсіздер ме, мен алтын тыңдармандарым. Бүгінгі әңгімемізді бастамас бұрын каналыма тіркеліп, лайк басуларыңызды сұранамын. Студент жезөкше қыздың әңгімесі. Әуестік пе, ақымақтық па, қалтадағы ақша ма, өмірдің өзін біле бермейтін бір қыр-сырын қызықтағым келді де, жас сұлу жоғары ақылы қызметке дайын деген жарнамадағы телефон номерін тере қойдым. Ар жағынан үйде қабылдаймын деген соң мекен-жайын біліп алдым да тарттым. Қалай барғанымды, қалай қабылдағын айтып жатудың қажеті жоқ. Жұрт айта беретін қызықты көрдім. Құмардан шықтым. Ару десе ару, сұлу десе сұлу, кәсібін жетік білетіннің нақ өзі. Жап-жас болып соның бәрін қайдан үйренгеніне таңғаласың. Оның бәрін порнофильмдерден үйренгенінде жасырмайды. Ол ма? Нақ әрістей образға еніп, 12 мүшеңді балқытпай қоймайтындай дәрежеде орындайды. Ал шаруа біткен соң түк болмағандай бая қалпына келе қояды. Маған бәрінен қызығы да, керегі де оның осы жолы қалай түскенін білу еді. Соған арнайы дайындалып барғанмын. Рахмет саған, бірақ ақша төлеп кете салу ыңғайсыз болып тұр. Қорқау келмеп едім. Біраз әңгімелесіп отыруға қалай қарайсың? Дедім киініп жатып. Уақытым бар, қарсы емеспін, деді ол. Ендеше мынаны дұрыс алғанмын екенмін деп, коньяк пен шоколадты ортадағы стол үстіне қоя салдым. Ол ас үйге барып рюмкаларды әкелді. Таныстық үшін, денсаулық үшін алдық. Арасында музыка тыңдай, бұралғы әңгімелерді араластырдық. Не керек бір-біріміздің сенімімізге енгендейміз. Бір нәрсе сұрауға бола ма? Деп сұрадым әуелі. Манағы жаңа жасағандарыңыздан өрескел шығар? Сұрай беріңіз, деді ол. Әлде міне солай ма, әлде ішке кеткен ащы судың әсері ме? Жүзінен де, үнінен де шіміркенудің ізі де білінбейді. Осы жолға қалай түстің? Оның қажеті қанша? Әп-әдемі қыз болған соң мына кәсіпке қимағаным ғой. Бұл кәсіппен тек жаман адамдар айналысады деуге де болмайды. Сонда да бір түрлі өмірде көңілдес, ашына, жай адамдарды көріп жүрміз. Дегенмен ақыл қызмет көрсетіп, әдемі дүниені кәсіпке айналдыру деп мәңгірлеп қалдым. Қалай ойлайсыз? Студенттің стипендиясымен басқаны былай қойғанда күн көру мүмкін бе? Әрине жоқ. Ендеше бізді бұл жолға кәсіпке итермелеп отырған қолында билігі бар шенеуніктер. Мұның не деген ренішті сұрағыңызды маған емес соларға қойыңыз. Ал маған университетті бітіріп, жыл сайын миллион қартарда ақшасы бар ақылы бөлімде оқиды. Мамандық алып шығу керек. Әйтпесе мүлде жерде қаламын. Жерде қаламын деген жай сөз, аштан өлу мүмкін. Ал қолдан келіп тұрған соң оқып білім алу қажет. Бұл үшін ардаяққа басудан басқа таңдау қалған жоқ. Сіз қызықтан неге айырылдың деп ренжисіз? Сізіңше дұрыс, жалпы дұрыс. Дұрыс болғанмен қайтпекпін. Ауылдағы әке-шеше мұндағы мен асырамақ түгілі қолдарында қалған балаларын ашықтырмаса болғаны. Басқа ешкімім жоқ. Жаны ашығансып отырған сіз әлгі $100 жай неге бермедіңіз? Жайда берер едім. Қанша уақыт? Мен 4 жыл оқиды екенмін. Одан кейін тағы 2 жылдық магистратурам бар. Сонша тегін асырап киіндіріп тұрар ма едіңіз? Енді қолдан келгенше деп міңгірледім. Солай ма? Ал мендей студент қыздар қаншама? Ащы шындықты айттың. Қолдан келер қайран жоқ. Жарайды, басқа әңгіме көшейікші, дедім ішім удай ашып. Қиналмай-ақ қойыңыз. Қазақ қыздарын көз көрмек түгілі құлақ естімеген жаман кәсіпке жаппай итермелеген сіз емессіз. Және оны болдырмау түгілі тежеу енді мүмкін емес. Бәрі әлеуметтік теңсіздіктен туындайды. Қалап алған жолымыз болған соң көретініміз осы. Бәрінен өкініштісі әлсіздің үнемі қорлық көретіні. Я, дедім мұрын астынан міңгірлеп. Мені осы жолға салған күнкөрістің тапшылығы да емес. Үйтіп тамақ тауып жүргенмін алғашқыда. Ендеше сол жолда неге айырылдың? Ол да оңып тұрған жол емес еді. Панфилов бағындағы мемориалға жұрттың гүл апаратын білетін шығарсыз? Я, дедім. Сол гүлдерді кешкісін адам аяғы саябырсыған соң жинап алып, басқа жерге апарып сатып жүрдім. Бұл іспен әлі күнге дейін жасы студенттер айналысады. Қалай дегенменде жейтін нан табуға болатын еді. Бір күні полицияға ұсталдым. Тірек пунктіне апарды да қамады. Вандализм деді. Соттаймыз деді.
Не керек жылмаңдаған біреуі айтқаныма көнсең түрмеде қалмайсың деді. Жалындым, жыладым, болмады. Ақыры көндім. Білесіз бе? Әлгінде сізбен болған уақытында сізге ұнау үшін бар өнерімді салсам да, өзім де ләззат алып қалдым. Ал анаумен болғанымда құрысын, ойласам болды құсқым келеді. Өзі бір шегірткенің айғырындай ғана немене екен? Әйелдердің жағдайын жасамай сұққылай беретін өлі дүние дейтін бір дөрекі. Жыныстық қатынасқа алғашқы түсуім екенін ақжаймадағы қаннан-ақ біліп, бір қатынастан соң тыю керек еді. Нақұрыс, түні бойы үстімнен түскен жоқ. Ертесіне жатақханама әрең жеттім. Келіп жылап-жылап ұйықтап қалдым. Содан ертесі күні тұрдым. Өзіммен бірге оқитын жерлес досыма, сен сутенер болып клиент тап, мен жезөкшелікпен айналысамын деп ашық айттым. Досым жаны жайсаң ашық жігіт. Білетін ақылын айтып, жаман жолға түсуден қайтармақ болды. Бірақ мен болған оқиғаны бүкпесіз ашық айтып көндірдім. Әйтеуір, міне содан кейін осы кәсіпті бастадық. Алғашқыда қиындау болды. Әйтсе де уақыт шыңдады. Қазір міне кәсіп қой, жезөкшемін. Қыз өзін-өзі мазақ қылғандай мырс етті. Мен де өліктің бетіне шіміркенбей қарауға еті үйреніп кеткен бөрдехана қызметкерлер секілдімін. Табыс жақсы шығар дедім. Шынымды айтсам, банкте депозитім бар. Мақсатым университетті бітіріп шетелге жұмысқа кету. Сосын баспана, машина алып, жұрттың жалақысын естігенде сілекем ақпайтындай дәрежеге жеткен соң, күйеу алса тем, алмаса баламды туып, өздігімше тәрбиелеймін. Білгіңіз келгені осы болса, кәсібім жайлы жасырғаным қалған жоқ. Ризамысыз? Рахмет дегенмен кескін келбетіңізге, сөзіңізге, ой өрісіңізге қарасам, періште секілсіз. Ал мынауыңыз күнә ғой. Құдай өз кешірер. Жалпы алғанда күнәһар мен емес, мені осындай жолға итермелегендер. Ең әуелі жеріміз бай бола тұрып, халықты кедейлікке душар еткен басшылар күнәһар. Содан соң мені қызығымнан айырған ана сүмелек полиция күнәһар. Жалпы алғанда халықтың көпшілік күнәһар. Әсіресе осының бәрін көріп, біле жүріп, жоғары жаққа айтып, студенттерге жағдай туғызу керек деп айта алмай жүрген ғалымдар, жазушылар, ақындар, жалпы зиялылар күнәһар. Ендеше қайтесіз? Егер Алланың бары рас болса, тозақ отына жанатын жалғыз мен ғана емес екенімді өзіңізді білесіз ғой. Оның жақсы студент екенін түбінде өзі айтқанындай жетістіктерге жететініне сөз саптасынан-ақ түсіндім де, небір жақсыны жылатып, тығырыққа тіреп қойған мына заманға іштей лағнет айттым. Қайтейін, қолдан одан басқа не келеді? Мінекей тыңдармандарым, бүгінгі әңгімеміздің аяғына да жеттік.